Анна Сергеевна әрқашан өзінің үміт еткенінен мүлде басқаша болатынын ойлап жүретін, бірақ сол үміттен бас тарта алмайтын еді. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Кейін Александр жыртқышқа ұқсап, оны ғана емес, баланы да ұра бастағанда, оған әрқашан кешіріміз деп, кейін өзіне де ақтама тауып, қысқасы, оларға қатты ұқсай бастады. Кеше қызық, ақылға қайтып, бір сәтте өзінің қалай өмір сүріп жатқанын, ердің оған және олардың баласына қалай қарамайтынын түсінді. Кездейсоқ баланы балалар үйінен алу туралы шешім екеуінің де ортақ шешімі болған, тіпті күйеуі бірінші ұсынған. Сонда ол отбасыда нағыз отбасы болғанын қалайтынын, отбасыға бала келгенде бір-біріне көбірек сүйе алатынын, бағалай алатынын айтқан. Анна ұзақ ойланды, Александр туыспа баланы сүюге қабілетті ме, соған сенімді болмады, бірақ ол сендіргіш болды. Солай болса да ол жылдам сөмкеге заттарды салуға кірісті. Егер бұрын Саша тек оны ғана қысып алып, қол көтерсе, кеше ұйқыны бұзатын оқиға болды. Ол Юраны кешкі асқа қасықты түсірген үшін ұрды. Ол қорғауға жүгіргенде Саша оның мойнын ұстап, шырылдап, сыбырлап: «Мен осындағы басты адаммын, тек мен ғана барлығын шешемін, оны ұмытпаңдар» деді. Сол сәтте Анна түсінді. Қарсылық көрсетпеу керек, ол одан да нашар әрі қорқынышты болады. Түнде ол өте ерте заңсыз тұрған үйді есіне түсірді. Ол шағалап тұрған кезде сол жерде болған, бір рет жиенде. Ауылдың атын және шамамен бағытын есіне сақтады. Юрамен сол жаққа баруды шешті, әсіресе Александр бұл үй туралы еш нәрсе білмейтін. Тек қаншалықты есіне түсіре тұрса да, сол үйдің қалай көрінгенін есіне түсіре алмады. Орнында шешемін деп ойлады. Қазір ең бастысы қашу. Ал сол жерде тұруға шақырады. Анна не істерін ойлап табады. Ердің психикасы дұрыс емес екенін, олардың үстінен биліктен қарапайым бас тартуын қаламағанын түсінген. Ұлы оны мұқият бақылап тұрды. «Ана, қайда барамыз?» «Иә, қарағым, алысқа, өте алысқа, сонда гүлдер көп, ағаштар бар». «Ал әке?» «Ал әке үйде қалады». Юрка жүзі жарқырап: «Бұл жақсы ғой, онда жылдам кетейік», деді. Анна ұлын өзіне қысып алды. Ол әлдеқашан есіне түспеген еді. Бір кезде ол бөтен адам болған жоқ, ол менікі, сондай ғой. Олар күйеуі жұмыстан келгенге 2 сағат қалғанда үйден шықты. Әрине таксиге ақша жұмсады, бірақ сол сәтте ақша маңызды емес еді. Кешке ғана жеткен ауыл оларды тыныштықпен қарсы алды. Тіпті Юра: «Өте тыныш, ана. Қара, қандай үлкен шыбын, ол мені тістемейді ме?» деп айқайлады. Бала оған жабысып қалды. Ол күлмеді. «Әрине, тістемейді, бұл шыбын емес, қырғауыл». Юра сөздерді қайталап, содан кейін: «Ал ол неліктен ұшады?» деп сұрады. «Міне көңіл көтеріп, күнге қуанады». Ұлы күліп жіберді. «Ал мен қуана аламын ба?» «Әрине, қуана аласың». Анна бүкіл ауылды жүріп өтті, ешкімді кездестірмеді, қайтты. Үй сол жерде сәл үлкенірек сияқты көрінді. Ешқандай естелік жоқ еді. Әрине, бұл жылдары бояу сыпырылып кетуі мүмкін, сондықтан қазір оның алдында тұрған ескі үйін ұқсас болды. Әрі кез келген жағдайда ол жалғыз тұрмыссызға ұқсас еді. «Міне, Юра, осында тұрамыз». Бала күмәнмен қарады, бірақ кейін қолын сермеп: «Өте әдемі емес, бірақ маған осы жер ұнайды» деді. Олар ауылға өтті. Барлығы өскен, бірақ үй берік көрінді. Анна есік үстіне қолын сипап, кілтті тапты. Ауылдарда әрқашан кілттер бір жерге қойылады. Юра ауладағы балалық шаруалармен айналысты, ал Анна тазалауға кірісті. Үй, әрине, ластанған, бірақ қажеттінің бәрі табылды. Ыдыс, киім, отын. Кешке қарай ол қарапайым кешкі асты дайындады, сондықтан олар Юрамен тәбеті ашық жеп алды. Ұлы бірден ұйықтап қалды, ал Анна үстел басында отырып, басын қатырды. Алға не істеу керек, түсінбеймін. Ақылды ой келмеді. Келесі күні де солай. Осылай бір апта өтті. Олар өздеріңізді тамаша сезінді, және Аннаның ойында осында тұру туралы ойлар жиілеп кетті. Табиғат әдемі, мұнда мектеп болса, және жұмыс, және Саша олардың қайда екенін білмесе, онда өмір сүріп, қуануға болады. Ол аулаға киімді кептіріп жатқанда дауыс естіп секіріп кетті. «Денсаулығыңыз жақсы болсын». Шағылдап бұрылды да, қақпада кішкентай қартты көрді.
Әй, сәлеметсіз бе? Мен ойладым ғой, жаңа көршілер, ал әлі таныспадық. Менің атым. Ал менің ұлым Юра. Мен Данилычпын, көршісіз. Үй әлдеқашан бос тұр, Васька өлгеннен кейін ешкім тұрмады. Мен барамын, егер бірдеңе болса, барыңыздар. Анна бас изенді. Ақыры біреумен таныстық. Тек бірдеңе оны мазалатты, және ол не екенін түсіне алмады. Ұйқы келмеді, өйткені миы бір ойды шұбатты. Анна бұрылды да ауа алуға шешім қабылдады. Юра ұйықтап жатты. Ол шайы бар шынаяқпен террасқа шықты, ауа тамаша еді. Егер масалар топ-топ болып ұшпаса, бұл жерді жайлылық деп атауға болар еді. Қартсың ба, сен кімсің? Анна секіріп кетті. Жергіліктілердің қанында бір-бірін қорқытудың болғаны көрінді. Бірақ қақпаға сүйеніп тұрған ер адам кешегі абақты тұрғынына ұқсады. Почтилы бір керемет киімде, арқасында қапшымен. Сен кімсің және менің ауылымда не істеп жүрсің? Егер жеке меншікті білмесең, заңдарды жақсылап оқыған дұрыс. Ер адам қасын көтеріп күліп. Мен ойладым ғой, бұл менің ауылым үй сияқты. Әжемнің Васи дедемнің болған. Заңды жақсы білемін, алаңдамаңыз, оқуға уақыт болды деді. Жоқ, бұл менің ауылым және менің үйім, және мұның бәрі маған дедемнен қалды. Анна үндемей, қонаққа көздері жұмылып қарады. Тек қазір Данилыч сөздеріндегі нәрсені түсінді. Оны Василий емес, Петр деп атаған қойыл. Әй, анашым. Көз жас оның ерінгісіне ағылды. Ол не істерін білмеді. Ал қайда? Ер адам алға қадам басқан, террасқа жанына отырды. Осылай, тыныш, мен тістемеймін. Көрінісім, әрине, жақсы емес, бірақ мен адаммын ғой, жыртқыс емеспін. Сен мұнда қалай келдің, айтшы. Шыны керек, балалар үйінде біреу бар деп ойламаған едім, мен тіпті бармайтын едім. Анна сөйлеп кетті, сөйлеп тоқталмады. Ер адам мұқият тыңдап, кейін бас изенді. Мен түсіндім ғой, сен деден Петрдің немересің. Оның үйі бірнеше жыл бұрын құлады. Маған көрінеді, мен есімде сақтадым. Саған сонда көп төсек бар еді, әрі сен жиі сыбырлап, жылап жүретінсің. Мен болдым. Менде ешқандай төсек жоқ, және жыламадым, мүлде жоқ. Деп соншалықты ыстық айтты, ер адам күліп жіберді. Бірақ дәл сен, және сонда сол төсектерден психанолог ал. Анна ұялып, тіпті қызарып кетті. Ер адам дем алды. Бала үйде ме? Иә, ұйықтап жатыр. Мен қазір оятамын, және біз бәрін босатамыз. Кешіріңізші бізді, мен арнайы емес, шынымен. Сен түні бойы балаңмен қайда барасың? Деп иығын қысты. Ол тұрды. Міне, мен бір жерде түнеп аламын, ал ертең не істерімізді ойлаймыз. Баланы мазалама. Ол оны көзбен ұстап, дем алды. Міне, енді не істеу керек? Сашаның қасына қайту керек пе? Сонда ол оларды өлтіреді. Үшкілдерді ұстамады. Неге оның өмірінде бәрі соншалықты түсініксіз жиналды? Неге тұрмысқа шықты, бәрі жақсы болады деп ойлады, ал қорқынышты шықты? Бұл оның айыбы ғой, оның балалары болмады, ол үзілуге қаттылық жасады, ол ақымақ тыңдады, ал кейін ол ердің қалай өзгергенін көрді, және солайда шыдады. Баланы азаптады, қапшықта ұстап жүргендей. Ертеңгілік Анна күтпеген дыбыс оятты. Ол терезеден қарады, ештеңе көрмеді. Дыбыс ауладан келді. Ол бұрылды да айқайлады. Юра төсекте жоқ еді. Паника жүрегін ұстады, жүрегі қатты соғып кетті. Ал егер бірдеңе болса? Қалай ол бәрін өткізіп алды? Анна көшеге шықты. Анық бұл ер адам түрмеде отырған, егер ұлы онымен болса, бұл өте жаман. Ол өзі ашық айтты ғой, отырғанын, және уақыты жеткілікті болғанын. Анна халат киіп көшеге шықты. Ал Юра, ер адам және дед Данилыч аула ортасында бірдеңе жасап жатты. Ертеңгілік сәлем. Анна ұялып тұрды. Сурет өте тыныш болды. Пена ештеңе таба алмады, тек шай ішіп таңғы асқа отырайық па? Деді. Жарты сағаттан кейін барлығы аулада таңғы асқа отырды. Юра жылдам тойып, олардың істеп жатқан нәрсіне жүгірді, ал Данилыч жөтелді.
Игнат маған қалай қате болғанын айтты. Ну, негізінен, сен кінәлі емесің, ешкім солай емес. Менің құрбыма келген. Саған ешқайда кету керек емес, бұл дұрыс емес, әсіресе Игнатқа бір бөлме жетеді. Ну не, күндіз тұрасыңдар ма? Ересек адамдар ғой, біреуге қиын, екіншісіне де солай. Анна бас тартуға дайындалды, бірақ Игнат қолын көтерді. Күтіңіздер, маған да сөз беріңіздер. Мен жақсы адам көрінбейтінімді түсінемін, бұл түсінікті, бірақ бәрі сіз ойлағандай жаман емес. Иә, 3 жыл отырдым, өйткені әйелімді ұстап алған адамның мұрын бұзылғаным үшін. Ол күшті адам болып шықты, мені отырғызды, ол соңында оған тұрмысқа шықты, менің бәрінен айырылды. Мен қалаға қайта барғым келмейді, саған ісің бар, менің де бар, бірақ қазір олармен айналысудан қорықпын. Сондықтан жай ғана түсініңіз. Мен жыртқыш емеспін, сіздерге зиян келтірмеймін. Анна Данилчқа, Юраға қарады да, сенімсіз. Мен білмеймін, шынымен білмеймін деді. Соңында қалды, бірнеше күн қараймын деп ойлады, ну және сол уақытта бірдеңе ойлап табамын. Игнат күндіз бері аулада бірдеңе істеп жүрді. Юрка оның айналасында бұрылғып жүрген. Игнат күлкілі киімде, басқа киімде киген және кешегі абақты тұрғынның әсерін қалдырмады. Анна шыны керек, ешқайда кеткісі келмеді. Қазір осы жер оған одан да ұнай бастады, және Игнат оған ұнағанына мойындағысы келмеді. Ол тұрмысқа шыққан әйел ғой, бөтен ер адамдарға назар аударуы керек емес. Кешке Юра ауладан жүгіріп келді. Игнат шақырып жатыр, өзенге барайық. Біз сонда. Келді ме? Анна қорқыныш оның аяқтарын байлады. Кім? Әкеме. Ол өте ашулым. Иілу қойған аяқтарымен аулаға шықты. Александр оған күліп қарады. Сен непослушный қойлардың не болатынын білесің бе? Оларды басқа қойларды мазаламау үшін алып тастайды. Саған не керек? Мен сағанан кеттім, барлығын. Өзіңе біреу тауып ал, қайта тәрбиеле, уақытты өткіз. Неге? Менде тыңдайтын әйел бар ма? Өзіме жууым керек, пісіруім керек бе? Александр бірнеше қадам жасады. Анна жылдам қарады. Юра жоқ, қорқып жасырылған шығар. Құдай тек ештеңе көрмесе. Ол жақында ғана түнде айқайлауды тоқтатты, бірақ көзінде қуаныш жоқ сияқты. Анна артқа шегінді, артқы есікті сезінді, үйге кіріп, есікті жабуға тырысты, бірақ Александр бір соққымен ашты. Таня бөлменің алыс жағына ұшып кетті. Керек емес, өтініш, керек емес. Александр жақындады, тіпті күту одан да қорқынышты емес еді, оның күлкі мүдірі сияқты. Ол оның үстіне иіліп, мойнын әдеттегі қозғалыспен ұстады. Қазір сен менден кешірім сұрайсың. Анна тұншыққан, ендіру мүмкін болмады. Бұл Александр соққыға дайындалды. Ол көзін жұмып алды, бірақ соққы келмеді. Бір қозғалыс айқай, содан кейін бетінде кішкентай қолдар. Анашым, жылама, аға бізді құтқарып жатыр. Анна Юраны екі қолымен қысып, қорқынышпен Игнаттың оның күйеуін тәрбиелеуін қарады. Ешқашан бұл әйелге жақындама, түсіндің бе? Тек оның жағында көрсем, менімен істеуін керек болады. Әй, бұл менің әйелім ғой, не қалаймын, соны ілесемін. Сол жерде қатесің. Өте жақын арада ол сенің әйелің болмайды. Анна әлі ұзақ уақыт көшедегі жоғары дауыстарды естіп, қайда қашу керек, қайда жасыру керек деп ойланып жатты, өйткені Саша оларды қалдырмайды. Ақырын Игнат қайтты, оның жанына отырды. Ну, қалайсыңдар? Юра бір қолымен оны қысып алды. Ал әке келмейді ме енді? Әй, балақай, алаңдама. Егер бірдеңе болса, мен әрқашан жанында боламын. Әрқашан. Ал сол кезде олар да Игнатқа қарады. Ал ол иығын қысты. Әдетте сенің анаң ажырасып, менің қарамағыма түседі. Анна көздерін жұмылып алды. Ал Игнат тұрды. Ертең қалаға барамыз, және ажырасамызды береміз. Анна жай ғана бас изенді. Оған қазір мүлдем дауласқысы келмеді. Мүлдем. Данилыч өте мақтанышпен болды. Анна мен Игнаттың некесінде куәлік бергенде.